Бүгін қазақ тіл сабағынан Мұхтар Әуезов туралы өттік. Мұхтар Әуезовтың көптеген шығармалары бар екен ғой? Я шахзада, Мұхтар Әуезовтың көптеген шығармалары бар екен. Солардың арасында достым маған көксерек шығармасын оқуға кеңес берген. Соны бірге оқып көрмедік па? Жарайды, жүр кеттік. Онда кітапханадан барып іздеп көрейік. Мұхтар Әуезов атамыздың көксерек әңгімесіне арқау болған мәселелер адам, қасқыр, ит және табиғат арасында қатынас. Адамдар табиғат заңына қарсы шығып, қасқырлар апанын ойрандап, көзі ашылып үлгермеген қасқырлардың көзін жойып, тек біреуін өздерімен алып кетіп, табиғаттың еркін өскен аң баласын кәдімгі үй тұтқыны етті. Тұтқын болған күшік кішкентай Құрмашқа нағашысы қасқырдың баласын тартып еткен. Соң Құрмаш оны бауырына басып көксерек деген есім қойды. Ол оны ауылдың төбеттері күнде талайды. Араға жыл салып, көксерек үлкен қасқырға айналады. Кішкентай кезінде күн көрсетпеген, талай аузындағы тамағын тартып ішкен ауыл иттермен есеп айыра бастады. Бірақ қанша тәрбиелесе де алдына ас қойған мен көксерек ит болмады. Тамаққа тоймаған кездері талай қазандағы еттерімен дайын астарды жеп кетті. Уақыт өте келе кішкентай батыр көкжалға айналды. Табиғаты еркін өскен тұстағысы ақыр соңында ауылдан далаға кетіп қалды. Өзіне серік тапты. Араға бірнеше уақыт салып, бірнеше қасқырға кезігіп, барлығы ауылдағы қойларды шабуыл жасауға тоқтатпады. Бір күні Құрмаш атасының орнына қой бағуға шығады. Қойларына шабуыл жасаған көкжалдан қойларын қорғауға талпынған Құрмашқа көксерек шабуыл жасайды. Ақыры соңында Құрмаштың өлімімен аяқталады. Ауыл тұрғындары әбден ашуға мінеді. Көкжалдың малды қойып адамға шабуыл жасағаны аяздай батты. Ауыл тұрғындары Құрмаштың кегін алу үшін барлығы көксеректің артынан еріп жүрді. Бір кезде көксерек жүрген жерде бір адам оны бауыздап жіберді. Ауылға әкелген қасқырдың баяғы өздері бауырына басып жүрген ас берген көксерек екенін құлағындағы елінен таныды. Құрмаштың әжесі Құрмашты жоқтап қатты қайғырды.